Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі цифрлы әлемде дарынды балаларды даярлау заман талабы атты вебинарға қош келдіңіздер. Білім беру жүйесі қарыштап дамып келе жатқан заманда біз, ұстаздар мен білім саласындағы мамандар, болашақтың көшбасшыларын, дарынды балаларды жаңа технологиялармен қаруландырып, жан-жақты қолдап, бағыттауымыз қажет. Цифрлық дәуір бұл тек құралдардың жаңаруы ғана емес, сонымен қатар ойлау, үйрету және үйрену әдістерінің түбегейлі өзгеруі. Осы үдерісте дарынды балалар ерекше назарда болуы тиіс. Бүгінгі вебинарда біз өзара тәжірибе алмасып, цифрлы құралдар мен әдістемелердің озық үлгілерін талқылап, дарынды оқушыларды қолдаудың жаңа мүмкіндіктерін қарастырамыз деп сенемін. Вебинар бағдарламасымен таныстыратын болсам, бірінші цифрлы білім беру ортасында белсенді оқыту әдіс тәсілдері арқылы дарынды оқушылармен жұмыс түрлері. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Ахметжанова Райлым Галымбековна, Жаланова Гүлжан Батургановна, Алимова Гүлзат Нұрбековна өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Перевернутый класс как эффективная модель обучения в условиях развития цифровых возможностей в образовании. Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Бакун Айнура Төлегеновна өз іс тәжірибесімен бөлісетін болады. Және үшінші тақырып цифрлы әлемдегі дені сау және дарынды балалар. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері Мамаев Ерлан Бораншұлы және Кәдірхан Айдын Жарасбайұлы өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Келесі сөз кезегін әріптесіме беремін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Бакун Айнура Төлегеновна. И сегодня в рамках вебинара я представляю свой проект по использованию инновационного метода «Перевернутый класс» в 7 классе. Современная образовательная среда предъявляет новые требования к процессу обучения. Школьники живут в эпоху цифровых технологий и огромного потока информации. Традиционные методы обучения, когда учитель объясняет новый материал на уроке, а ученики закрепляют его дома, часто приводят к пассивному восприятию знаний и низкому уровню вовлеченности. В условиях цифровой трансформации общества необходимо развивать у школьников самостоятельность, критическое мышление, исследовательские навыки и умение работать с информацией. Многие ученики испытывают сложности с осмысленным чтением, критическим анализом текстов и самостоятельным изучением материала. Метод «Перевернутый класс» предлагает решение этой проблемы, позволяя учащимся сначала знакомиться с новой темой самостоятельно, через видеоуроки, презентации, интерактивные задания, а затем на уроке активно обсуждать материал, применяя его на практике, и работать в команде. Это делает обучение более осмысленным, мотивирующим и продуктивным. Исследования, проведенные в рамках международных образовательных программ PISA, PIRLS, показывают, что ученики, вовлеченные в активное обучение, демонстрируют более высокий уровень понимания текстов, критического мышления и самостоятельности. В Казахстане также проводится масштабная работа по модернизации образования, акцентируя внимание на развитии функциональной грамотности, цифровых компетенций и навыков работы с информацией. Национальная программа развития образования Казахстана нацелена на внедрение инновационных подходов, и метод «Перевернутый класс» полностью соответствует этим требованиям. Методологическая основа проекта строится на принципах активного обучения, при котором ученик становится главным субъектом образовательного процесса. В результате реализации данной концепции ожидается повышение уровня понимания текстов, развитие навыков критического мышления и способности анализировать информацию. Новизна метода заключается в его комплексном подходе к организации учебного процесса. В отличие от традиционных методик, где учитель выступает основным источником знаний, в перевернутом классе учащиеся заранее изучают материал в удобном для себя темпе, а на уроке происходит обсуждение, анализ и применение полученных знаний в различных форматах, от групповых дискуссий до творческих проектов. Такой формат обучения способствует развитию самостоятельности и ответственности за собственное образование, что особенно важно в условиях современного информационного общества. Внедрение метода «Перевернутый класс» в образовательный процесс приведет к следующим положительным результатам. Первое. Повышение грамотности чтения. Ученики научатся лучше понимать текст, выделять главные идеи, анализировать информацию. Второе.
Развитие самостоятельности и ответственности. Школьники привыкают к самостоятельной работе, формируют навык самообразования. Третье. Повышение мотивации к обучению. Интерактивные формы работы делают процесс изучения материала интересным и увлекательным. Четвертое. Развитие коммуникативных навыков, активное участие в дискуссиях, обсуждениях, совместных проектах помогает ученикам развивать умение аргументировать свою точку зрения. Пятое. Формирование теоретического мышления. Работа с текстами через создание иллюстраций, инфографики, мини-сценок способствует более глубокому усвоению материала. Результаты внедрения включают повышение уровня грамотности чтения у учащихся, улучшение навыков осмысленного анализа текстов, увеличение вовлеченности школьников в образовательный процесс. Кроме того, применение данного метода способствует развитию метапредметных компетенций, таких как работа в команде, аргументация своей точки зрения, умение структурировать информацию. Эти навыки являются основой успешного обучения и в дальнейшем помогут учащимся в профессиональной и социальной жизни. Таким образом, метод «Перевернутый класс» представляет собой актуальный, научно обоснованный и инновационный подход к обучению, который позволяет не только повысить успеваемость школьников, но и сформировать у них важные жизненные компетенции, соответствующие требованиям современной образовательной среды. Он соответствует требованиям национальных образовательных программ, учитывает мировые исследования в сфере педагогики и позволяет сделать процесс обучения более осмысленным, увлекательным и продуктивным. Далее, с вашего разрешения, я хочу предложить вашему вниманию одно из домашних заданий ученицы 7 класса. Привет, меня зовут Гульзара. Тема, о которой я хочу вам рассказать, это казахская национальная музыка. Эта тема близка мне, потому что я выросла с казахской музыкой. Моя мама учитель музыки и кабызит. Старшие братья и сестра тоже работают в этой сфере. Я тоже близка к искусству, следуя по стопам мамы и старших. Я умею играть на таких инструментах, как кубас и жидрен. Теперь хочу кратко рассказать о казахской национальной музыке. Казахская национальная музыка – это важная часть культуры и истории казахского народа. Она передает чувства и традиции и образ жизни через мелодии и ритмы. Основные музыкальные жанры – это күй, терме, жыр и айтас. Казахские народные инструменты, такие как домбра, кубас, жидрен, сыграли большую роль в развитии музыки. Каждый инструмент имеет свое звучание и особенности. Музыка исполнялась на праздниках, в быту, в обрядах и служила способами передачи знаний от поколения в поколение. Казахская музыка и сегодня остается живой. Она развивается, но не теряет своих корней и самобытности. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сөзді әріптесіне беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Кәдірхан Айдын Жарасбайұлы, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Менің тақырыбым заманауи дене шынықтыру және цифрлы бағалау жүйесі арқылы дарындылықты дамыту. Қазіргі цифрлы қоғам жағдайында білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі оқушылардың жеке қабілетін, соның ішінде физикалық және спорттық дарындылығын дамытуға бағытталған инновациялық тәсілдерді қолдану болып табылады. Бүгінгі вебинар тақырыбына арқау болып отырған цифрлы әлемде дарынды балаларды даярлау заман талабы идеясы осы үдерістің өзекті бағыты екеніне көрсетеді. Цифрлы дене шынықтыру және форматтағы оқыту құралы. Дене шынықтыру сабағында цифрлық технологияларды енгізу оқушылардың физикалық дайындығын бағалауды дәлдікпен қамтамасыз етіп қана қоймай, олардың белсенділігін арттыруға, оқу мотивациясын күшейтуге мүмкіндік береді. Мобильді қосымшалар, фитнес-трекерлер, цифрлы платформалар арқылы әр оқушының дамуын нақты әрі үздіксіз бақылау, цифрлы педагогиканың артықшылығын көрсетеді. Осы орайда өз тәжірибемде оқушыларға үй жағдайында фитнес қосымшалар арқылы өздерінің телефондарына жүктеп алып, даму деңгейін бақылап отыруға тапсырмалар беремін. Дарынды оқушыны анықтау және дамыту, бағалаудың рөлі. Дарынды оқушылар тек интеллектуалды қабілеттермен ғана емес, сонымен қатар физикалық төзімділігімен, қозғалыс дағдыларымен, көшбасшылық және жарыс кезінде стратегиялық ойлау қабілеттерімен де ерекшеленеді. Осы ретте әдістемелік құралда ұсынылған бағалау критерийлері шыдамдылық, күш, ептілік, қозғалыс техникасы, дарындылықтың спорттық
қырын тануда тиімді құрал. Жүйелі тестілеу және даму динамикасын тіркеу арқылы дарынды балаларда спорттық жетістіктерін қадағалап, олардың әлеуетін барынша тиімді бағытта дамытуға жол ашады. Жеке және дифференциалды тәсіл цифрлы білімнің өзегі. Дарынды балалардың физикалық дайындығын деңгейін жоғары болғандықтан дәстүрлі бағалау жүйесі олар үшін жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол себепті әдістемелік құралда көрсетілгендей жеке және бейімделген бағалау цифрлы технологиялармен ұштастырылғанда ғана толық нәтижеге жеткізеді. Мысалы, фитнес білезік арқылы оқушы жүрек соғуын, жиілігін, жүктеме қарқындылығын, қадам санын бақылап, өз жетістігін бағалай алады. Цифрлы рефлексия өзіндік даму алаңы. Оқушының өзіндік бағалауы мен рефлексия дағдысы дарынды оқушының тәрбиелеудің негізі. Жетістік баспалдағы светофор сияқты әдістер, сондай-ақ цифрлы күнделік визуалды графиктер арқылы оқушы өз прогрессін көріп, алдағы мақсаттарын нақтылауға бейімделеді. Дарындылармен жұмыс мотивация мен қолдауға негізделген жүйе. Дарынды балалармен жұмыстағы басты фактор олардың қызығушылығын үздіксіз қолдап отыру, бағалау нәтижелерін қоғамдық жариялау, марапаттау, топтық көшбасшылық ретінде тану, олардың ішкі мотивациясын арттырады. Вебинар барысында ұсынылған идея әр дарынды оқушының физикалық әлеуетін цифрлық форматта тіркеп, мектепшілік және сыртқы платформаларда, мысалы олимпиада, спорттық лигаларда жариялау. Қорытынды: заманауи дене шынықтыру және цифрлық бағалау жүйесі дарындылықты дамытудың тиімді құралы. Әр оқушының қабілетін ашу біздің басты мақсатымыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін әріптесіме беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мамаев Ерлан Борашұлы. Менің бүгінгі тақырыбым цифрлы әлемдегі дені сау және дарынды балалар. Бүгінгі білім беру кеңесіндегі цифрлы трансформация мен оқушының дара әлеуметті ашуы заманның талабы. Әсіресе дене тәрбиесі мен аясында инновациялық технологияларды қолдана отырып, дарынды оқушыларды кешенді дамыту педагогтердің басты міндеттерінің бірі. Цифрлық ресурстардың көмегімен оқушының физикалық қабілетіне ғана емес, сонымен қатар оның шығармашылық және көшбасшылық дағдыларын дамытуға толық мүмкіндік бар. Білім беру мен дене шынықтыру цифрлы интеграциясы, цифрлық технологиялар дене тәрбиесінде дараландыру мен оқушылардың уәжін арттырудың пәрмені құралы. Қолданылған әдістер қатарында бірінші фитнес браслет пен мобиль қосымшалары арқылы дене белсенділігін бақылау. Екінші QR кодтар арқылы интерактивті сабақ жоспарларына қолжетімділік. Үшінші геймификация ойындастыру элементтері, яғни дене шынықтыру сабақтарында квест, флешмоб, марафон форматында ұйымдастыру. Бұл тәсілдер оқушының жетістігін цифрлы түрде бақылап отырып мүмкіндік береді және жеке жетістікті рейтингте арқылы уәжді күшейтеді. Цифрлы дене тәрбиесі арқылы дарындылықты дамыту. Дарынды оқушыны анықтау тек зияткерлік қабілетпен шектелмейді. Физикалық дарындылық арнайы бағдарлама, жобалық тапсырмалар және зерттеу жобаларын арқылы байқалады. Салауатты марафон жобасы цифрлық трансформациясы салауатты өмір салтымен ұштастырып үздік үлгілердің бірі. Бұл жоба арқылы оқушы бірінші күнделікті қадам жаттығу, тамақтану мен ұйқы тәртібі қадағалайды. Екінші, өзін өзі бақылау мен мақсат қойып дағдысын дамытады. Үшінші, цифрлы сауаттылығын, топтық жұмыс және көшбасшылық қабілеттерін қалыптастырады. Цифрлы құралдар арқылы шығармашылық және көшбасшылық дағдыларын дамыту. Дарынды оқушының қолдау тек нәтиже күту емес, оған орта құру. Осы орайда салауатты өмір салты блогерлер жобасы арқылы оқушылардың салауатты өмір салтын жайлы бейнероликтер
инфографика, подкасттар әзірлеп, мектептің цифрлық платформаларын жариялайды. Денсаулыққа жол атты квест сабақтарды дене тәрбиесіне шығармашылықпен ұштастыру мүмкіндік береді. Бұл тәрбиелер оқушының көп функционалды тұлға ретінде дамытуға бағытталған. Ойлаушы, шешім қабылдаушы команда ойыншысы. Дарынды мен тәрбиесінің өзара байланысы цифрлы экожүйе. Цифрлы ортада дарынды балалар дамыту үшін дене тәрбиесі сабақтары бірінші индивидуалды сипатты болу керек. Екінші көп модульді, тест бейне, геймификация, интерактив. Үшінші кері байланыспен өз-өзін бақылауға негізделген тиіс. Мысалы, қадам өлшегіш арқылы апталық көрсеткіштер тіркеу, автоматты рейтинг, марапат жүйесі. Цифрлық денсаулық күндері, ата-аналар мен оқушыларын біріктіретін отбасылық цифрлы марафондар. Цифрлы білім беру кеңесіндегі дене тәрбиесімен тек қозғалыс мәдениет емес, дарындылықты дамыту мен тұлғалық өсу алаңында айналуы тиіс. Инновациялық тәсілдер бұл сабақтың форматы ғана емес, оқушылардың әлеуметтік ашуына арналған платформа. Дарынды оқушы бұл денсаулығын бақылай алатын, өз бетімен мақсат қоя білетін және қоғамға пайдалы болуға ұмтылатын тұлға. Сол себептен цифрлы әлемде дене тәрбиесі арқылы дарынды балаларды даярлау білім беру жүйесінде өзекті бағытты болуға тиіс. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін әріптесіме береміз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қатысушылар. Менің аты-жөнім қазақ тіл пәнінің мұғалімі Жаланова Гүлжан Байтұрғанқызы. Біздің тақырыбымыз цифрлы білім беру ортасында қазақ тілі мен әдебиет сабағында белсенді оқыту әдіс тәсілдері арқылы дарынды оқушылармен жұмыс түрлері. Бұл тақырып өте өзекті, өйткені қазіргі заманда цифрлы құралдардың білім беру процесінде маңызы артып келеді. Ал дарынды оқушылармен жұмыс істеу мұғалімнің шеберлігін, шығармашылық көзқарасын және жаңа әдістерді меңгеруді талап етеді. Цифрлы білім беру ортасы қазіргі уақытта қазақ тілі мен әдебиеті пәні де цифрлы білім беру ортасында интеграцияланып жатыр. Цифрлы технологиялар оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылығын арттырып, оқу процесін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Онлайн платформалар мен түрлі цифрлы ресурстар білім беру үдерісінде қызықты әрі нәтижелі ете алады. Жүсіпбек Аймауытовтың сабақ беру жай ғана үйреншікті нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Осы тақырыбымыздың мақсаты қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытудағы белсенді әдіс тәсілдер тиімділігін цифрлық білім беру ресурстары арқылы нәтижеге бағыттауға болатындығына көз жеткізу. Болжамы білімді оқушы ертеңгі күннің болашағы, нұры болып саналады. Сондықтан жеке тұлғаны шығармашыл, дарынды, жан-жақты болуы шарт. Сауатты, білімді, бәсекеге қабілетті жеке тұлға болып қалыптасуына және нәтижеге жетелеу. Жаңашылдығы білімнің шыңынан көрінетін бұл ғасырда оқушының дарынды, шығармашыл болып қалыптасуына көмек боларлық әдістердің тиімділігін байқату. Бұдан күтілетін нәтиже еркін, өзіндік дәлел, уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір, көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлық танытатын дарынды шығармашыл жеке тұлға болып қалыптасады. Цифрлы білім беру ортасының қазақ тілі мен әдебиеті сабағында тиімді қолданылуы. Бірінші, интерактивті тақталар мен қосымшалар. Мысалы, онлайн диктанттар мен тесттер қолдану арқылы грамматикалық ережелерді қайталап, дұрыс жазу дағдыларын қалыптастырады. Екінші, виртуалды ойындар мен квесттер. Оқушылардың сөздік қорын кеңейтіп, қазақ тілінің мәдени аспектілерін үйрету үшін ойындар мен квесттер ұйымдастыру. Үшінші, видео сабақтар мен анимациялар.
Қазақ тілінде грамматикалық түсіндірген кезде виртуалды құралдарды қолдану арқылы оқушылардың қабылдауын жеңілдетеді. Келесі осы сабақта қолданатын әдіс тәсілдерді әріптесім жалғастырып өтеді. Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Менің есімім Гүлзат Нұрбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Белсенді оқыту әдіс тәсілдері. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында дарынды оқушылармен жұмыс жасауда белсенді оқыту әдістері өте маңызды рөл атқарады. Белсенді оқыту оқушыларды тек тыңдаушы емес, өз білімін белсенді түрде іздейтін, зерттеуші тұлға ретінде қалыптастыруды көздейді. Дарынды оқушылар үшін бұл әдістер ерекше тиімді. Белсенді оқыту әдіс тәсілдерінің түрлеріне тоқталатын болсам, жоба базет оқыту әдісі. Оқушылар өздерінің қызығушылықтары мен шығармашылық қабілеттерін пайдалана отырып, қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты жобалар жасай алады. Мысалы, ұлттық құндылықты дәріптеуде, әдебиет сабағы бойынша реферат жазу, немесе тарихи тұлғалар туралы презентациялар жасауда. Пікірталастар мен дебаттар. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында әлеуметтік мәселелерді, ұлттық құндылықтарды талқылау арқылы оқушылардың сөйлеу мәдениетін дамыту және өз пікірін ашық айта білу қабілетін арттыруға көмегін береді. Геймификация – оқу үдерісін ойын түрінде ұйымдастыру. Мысалы, қазақ тілінің сөздік қорын дамыту үшін арнайы тілдік ойындар немесе викториналарды ұйымдастыруда қолданылады. Қарым-қатынас әдістері, сұрақ-жауап, рөлдік ойындар, жұптық және топтық жұмыстар арқылы оқушылардың тілдік дағдыларын дамыта отырып, өзара әрекеттесуіне ынталандырады. Ал енді осы аталған әдіс тәсілдерді цифрлық ресурстарда қалай қолдануға болады? Ендігі кезекте сабақта қолданылып жүрген бірнеше цифрлық ресурстар арқылы әдіс тәсілдерге тоқталатын болсам, сабақтың барысында рандом, фликерс, флиппити арқылы топтарға бөлу, үй тапсырмасын сұрауда өте қолайлы платформаның бірі. Ол осы аталған слайдта көрсетілген. Келесі сабақтың басында тапсырмалар орындау барысында цифрлық ресурстарды қолданатын түрлеріне тоқталатын болсам, Padlet тақтасы интерактивті қабырға жасауға мүмкіндік береді. Оқушыларды өз ойларын, файлдарын, сілтемелерін, бейнелерін бөлісе алады. Топтық жұмыста өте ыңғайлы әрі уақытты тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Kahoot, тест, викторина, сауалнама жасауға арналған ойын түрлерінде бағалау үшін қолданылады. Нәтижелерді нақты уақыт режиміне көруге болады. Уақытты үнемдеуге көмегін тигізеді. Quizzes Kahootқа өте ұқсас, бірақ оқушылар өз бетімен де орындай алады. Уақыттан тыс тапсырмалар беру үшін де қолайлы. Mentimeter сауал, пікір, сұрақ-жауап, сөз бұлтты жасауға көмектеседі. Тікелей сабақ барысында оқушылардың ойын білуге көмегін тигізеді. Келесі WordWall түрлі ойындар, сәйкестік тест, айналдыру, дөңгелекті, кроссворд сияқты тапсырмалар орындау барысында өте қолайлы. Көбінесе бұл сабақтың қайталау және бекіту үшін өте тиімді болып келеді. Neurpad интерактивті презентациялар жасауда қолданылады. Презентацияға тест, бейне, сурет, 3D модель жасау, сұрақтар енгізуде өте тиімді платформаның бірі болып табылады. Осы аталған ресурстар сабақта жиі қолданылып, нәтижеге қол жеткізуге, сабақты қызықты өтуіне ықпалын тигізеді. Осы аталған ресурстарды сабақта қолдану барысында презентацияда көрсетілген, презентациядан қарап өтсеңіздер болады. Оқушылардың қалай қолданғаны, қалай жұмыс жасалғандығы көрсетілген. Келесі сөз кезегін әріптесіме беремін. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ахметжанова Райым Қалымбекқызы. Жоғарыда әріптестерім айтып өткендей, дарынды оқушылар бұл тек жоғары білімімен емес, сондай-ақ өздерінің жеке қызығушылықтары мен ерекше қабілеттерімен ерекшеленетін оқушылар. Оларды оқытуда ең бастысы олардың жеке потенциалын ашуға мүмкіндік беру.
Цифрлы орта дарынды оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға зор ықпал етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында белсенді оқыту үшін қолдануға болатын бірнеше цифрлы құралдар мен платформалар бар. Оларды дарынды оқушылардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту үшін тиімді пайдалану керек. Мысалға келтірер болсам, әдебиет сабағында шешендік өнер тақырыбын оқыту барысында цифрлық ресурстарды тиімді пайдалану оқушылардың қызығушылықтарын арттырып, танымдық қабілеттерін дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Солардың бірнеше нақты әдістеріне тоқталар болсам, YouTube, Білімленд секілді платформалардан шешендік өнерге қатысты бейне сабақтар, деректі фильмдер немесе шешендердің сөз сөйлеу үлгілерін көрсетуге болады. Мысалы, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің тарихи тұлғаларын таныстыратын бейнероликтер көрсету арқылы олардың шешендік сөздерін тыңдата аламыз. Оқушыларға Padlet қабырғасында шешенге тән қасиеттер тақырыбында пікірлер қалдыру, шешен сөздерден мысалдар келтіру тапсырмасын беру арқылы цифрлық ресурстарды қолданамыз. Интерактивті ортада оқушылар өз ойларын еркін жазып, бір-бірінің жауабын толықтыра алады. Шешендік өнерге қатысты викторина жасап, сабақ соңында оқушыларды тексеру үшін Kahoot немесе Quizizz арқылы тест ұйымдастыруға болады. Аудио жазбалар тыңдату, қазақ шешендерінің сөздерін аудио форматта тыңдату, сөйлеу мәнері мен дауыс интонациясына назар аудартуға өте қолайлы платформа. Оқушыларға өз шешен сөзін жазып, аудио ретінде жазып, бір-бірімен бөлісу тапсырмасын беруге болады. Сабақ соңында оқушылардан шешендік өнер маған не берді? Қай шешеннің сөзі маған әсер етті деген сұрақтарға жауап алу үшін Google форма арқылы рефлексия жасай аламыз. Қорытындылай келгенде, қазіргі цифрлы әлемде қазақ тілін оқыту тәсілдері жаңарып, заманауи технологиялармен толықтырылған. Белсенді оқыту әдіс тәсілдері дарынды оқушыларды дамытуда үлкен рөл атқарады. Оқытудың интерактивті құралдары мен әдістері оқушылардың қазақ тілін терең түсінуіне, оларды өз ойларын еркін және дәл жеткізуге үйретеді. Дарынды оқушылармен жұмыс жүргізуде біз олардың шығармашылық әлеуетін ашуға, логикалық ойлауын дамытудың жолдарын табуға тиіспіз. Қазақ тілі біздің ұлттық мұрамыз, сондықтан оны үйретудің сапасын арттырып, әр оқушының қабілеттерін барынша ашу үшін бар күш жігерімізді жұмсаймыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың алған жетістіктері алдарыңызда тұр. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің әріптестеріміздің өз тәжірибелерімен бөлісуі аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болмаса, көп рахмет. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.